2024 жыл облыстық Көкшетау мәдениет сарайының ұжымдары үшін ерекше жыл. 1999 жылы құрылған, даланың жанды дауысын естуге мүмкіндік берген Кербез сұлу ансамблі биыл өзінің 25 жылдық мерейтойын атап өтеді. Саз сырнай, жетіген, қыл-қобыз, шертер, бас домбыра, прима қобыз және басқа да көне қазақ аспаптары халық музыкасына деген қызығушылық пен сүйіспеншілікті оятады. Ансамбльдік нұсқадағы ежелгі аспаптардың органикалық бірігуі қазақ халық музыкасының қазіргі заманғы дыбысын ерекше байыта түседі. Жоғарғы шығармашылық деңгейі үшін 2003 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігінің қаулысымен ұжымға халықтық атағы берілді. Ансамбльдің бай әрі өзіндік репертуарында қазақ халық композиторлары Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Ыбырай, Тәттімбет, Құрманғазы, Қазанғап, Нұрғиса Тілендиев, Ермұрат Үсенов және басқалардың шығармалары жанрлық және стилистикалық тұрғыдан алуан түрлігімен ерекшеленеді. Ансамбльдің үлкен жетістігі оның жетекшілерінің тынымсыз жұмысы. Көп жылдар бойы ансамбльді басқарып келе жатқан Алматы қаласының Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясының түлегі Біржанов Дәурен Еркенұлы. Қажырлы еңбек, мақсатқа ұмтылу, музыкаға деген шынайы махаббат Кербез сұлу халықтық фольклорлық ансамбліне үлкен табыстар әкелуіне тілектеспіз.